Менің платформамның екі бастапқы принципі бар. Ол мен егер байқасаң, менің платформамның несі логотипі, жаңағы қалай еді? Белгісі, иә. М болып тұр, ол Netflix'е ұқсайды. Ұқсайды. Кейбір адамдар айтты, маған Netflix'е ұқсайды дегенде, мен айтам, ол ұқсайды емес, ол Netflix'тің копиясы. Өйткені, қараңыз, әрбір адамда 8 сағат ұйықтайды, әрбір адам сөткісіне, тәулігінде. 8 сағат ұйықтайды, 8 сағат жұмыс істейді, 4 сағат туалеті бар, тамағы бар, анау бар, 4 сағат бос уақыты ғана бар. Сол 4 бос сағатына кім бәсекелестікте? Кім? Ол Netflix, ол World of Tanks, жаңа нешелер компьютерлік ойындар, әлеуметтік желілер, менің бәсекелестерім ол басқа бизнес мектептер емес. Менің бәсекелестерім осылар. Мен мысалы сондықтан менің бастапқы ең негізгі идеям мына білім беру үдерісін сценарий мен ойынға негіздеп жасау. Ойын деп отқансы entertainment па? Жоқ, entertainment деген ол сценариймен жүреді. Мына Netflix ол қалай мысалы сен уақытыңды алады? Сценарий арқылы. Саған сценарий беріп отырады. Сериал деген ол бітпеген сценарий. Сен жаңағы сценарийді көріп қызғанасың, бірақ қанағаттанбайсың. Келесі киноны көргің келеді. Ол Netflix сенің назарыңды сценарий арқылы ұстап отыр. Мысалы кез келген компьютерлік ойын арқылы ұстап отыр сенің назарыңда. Менің идеям жаңағы білім беруді ойын арқылы және сценарий арқылы беру. Сонда сен назарыңды ұстап алып, саған білім беру. Өйткені қазіргі таңда ең бастысы ол адамның назарын қағып алу, екінші ол назарды ұстай білу, сосын ол назарды пайдаланып білім беру, сосын оның өмірін өзгерту. Басқа жол жоқ. Өйткені адамға білім беруге болмайды. Адам білімді алу керек. Адам өзі білімді алмаса, оны ешкім бере алмайды. Сол ең қиындық сонда. Адам білімді алу үшін, ол үшін бірінші сен назарын қағып алу керек ол адамның. Ұстап отыруың керек оның назарын. Қызықтыруың керек. Қызықтыру арқылы ғана білім бере аласың. Адам неден қызығады? Тек қана ойыннан немесе сценарийден. Өйткені біздің егер жалпы адамзаттың тарихын алатын болсақ, бірінші табиғатты алайықшы, табиғатты алатын болсақ, балалық шақты алатын болсақ, ең бірінші білім беру жүйесі ол ойын. Білім беру жүйесі емес, білім беру инструменті немесе тәсілі, әдісі, ол ойын арқылы. Мысалы, қошақандарды қарайтын болсаң, бұзауларды қарайтын болсаң, күшіктерді қарайтын болсаң, соның бәрін жануарлар әлемінде, адам дүниесінде барлық балалар ойын арқылы үйренеді. Өйткені ойын дегеніміз нағыз өмірдің имитациясы. Оның тәуекелі кәдімгі нағыз өмірдегідей қауіпті емес, бірақ қалғаны моделі имитациясы келіп тұр. Сондықтан бала шағында адам болсын, жануар болсын, ойын арқылы үйренеді. Сосын өсе келе бұрын ежелгі заманда адамдар мына жаңағы оттың басында отырады да әңгіме соғады. Әңгіме дүкен соққанда жаңағы сонда ақсақалдар не айтады? Әңгіме айтады, ертегі айтады, ақыл айтады, жаңағы өткен кеткен әңгімелерді айтады. Олар не? Ол сценарийлар. Сондықтан мысалы шетелде қазір өте жаңа тренд, ол сторителлинг деген тренд. Ол мысалы презентация дайындау емес, бірақ әңгіме айта білу деген ғой. Сторителлингтің тіке аудармасы әңгіме айту, әңгіме айта білу. Міне осы екі нәрседен асқан білім беру құрал жоқ. Ал біздің мына білім беру жүйеміз одан әлдеқайда кетіп қалған, мүлдем кетіп қалған. Сондықтан балалар оқысығысы келмейді. Өйткені ешқандай ынта жоқ, ешқандай қызығушылық жоқ мына беріп отқан білімдерімде. Сондықтан мен мына өзімнің білім беру жүйемді сол сценарий мен ойынға негізделіп отырмын. Осы екі ең үлкен